Қазақша тирамису дайындаймыз. Ыдысымызға суымызды құйып, суды қайнатамыз. Бөлек бір ыдысқа айран, сүт, тұз, ашытқы, қант, қайнаған суымызға сары май қосып, еріген сары майдың үстіне ас содасын қосамыз. Сұйықтықтарымызды біріктіреміз. Сұйықтығымыз жылы болуы керек. Ұнымызды бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бір рет көтерілгеннен кейін тағы да екінші рет көтерілуге жібереміз. Екінші рет көтерілген қамырымызды жаямыз. Орташа қалыңдықта жайыңыздар және кішкентай формамен кесіп алыңыздар. Қызыл ірімшігімізді дайындап аламыз. Қамырдың ортасына саламыз. Домалақтап 15 минутқа көтергізуге жібереміз. Қызып тұрған ақырын отта пісіріп аламыз. Бал қаймақ дайындаймыз. Қаймағымызды саламыз. Жұмсарып сұйық бола бастайды. Бір ас қасық бал қосамыз. Бір ас қасық ұн және сүт қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Және осы қаймақтың үстіне құямыз. Қаймағымыз қою болам дегенше араластырамыз. Бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Үстіне піскен бауырсақтарымызды саламыз. Үстіне әсемдік үшін қызыл ірімшік қосамыз, какао саламыз және малинаны езіп салсаңыздар болады. Осымен біздің қазақша мейрамханаларда ұсынылып жүрген қазақша тирамисуымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.